Сәлеметсіздерме? Бүгін сөздік тақырыбын біз жалғастырамыз. Бүгін сөздікте мен алдыңғы екі видеода көрсетпеген бір-екі методты, әдісті сізге көрсетемін. Ең біріншісі, сөздіктің ұзындығын білу үшін біз деген, мен қанша рет бұны айтқан шығармын, len функциясын қолданамыз. Бұл функция length деген сөзден қысқартылып келген, яғни ұзындық деген мағынаға келеді. Мысалы, len, онан кейін жақша, онан кейін біз деген сақтап жүргізген кезімізде көргеніңіздей біздің сөздігіміздің ұзындығы 4 екендігіне бізге көрсетіп береді. Ленді біз деген жалпы басқа, яғни тізімдерде де көрдік, басқа жерлерде де көрген едік. Бұндан басқа біз деген егер сөздіктің ішінде бір деген мысалы баста бұл жерде кілт сөздерді немесе кілт мәндерді, онан кейін мәндердің өзін шығаратын болсақ, ол үшін де біз for қолданып аламыз. For қолданатын кезімізде мынаға мән беруіміз керек. For бұл жерде сіз I десеңіз болады, элемент десеңіз болады. Мен элемент деген немесе key деп кетейін. Яғни key in бұл жерде сөздіктің атын жазуымыз керек. Яғни маусымдар. Маусымдар деген нәрсенің, яғни бұл жерде біздің нәрсе дегеніміз әрине сөздік. Сөздіктің ішіндегі keylерді маған шығарып беріңіз дейді. Print key деп жазамын. Print key деп жазамын. Bunu сақтаған кезімде, сақтап жүргізген кезімде көргеніңізде маған 1, 2, 3, 4 деп шығарып берді. 1, 2, 3, 4 деп шығарып берді. Бірақ дәл солай мен әм keylерді шығарсын, әм де қыс, көктем, жаз дегенді шығару үшін болса, онда деген key деген сөзімді i деген сөзмен қазірлікше ауыстырайын. I. Ondan кейін print жақшаның ішінде маусымдар i десем болады. Яғни бұл жерде біріншіде маған 1 деп шығарып береді, екінші принтте болса қыс деп шығарып береді. Бұны сақтап жүргізген кезімізде қай жерінде не болды? Кешесіздер. Тек қана таңдаған жерім бұл жерде жұмыс жасап кетіпті, соның үшін сақтап жүргізейік. Көргеніңіздей 1 қыс, яғни 1, онан кейін қыс, 2 көктем, онан кейін 3 жаз, 4 күз болып бізге деген арт-артқа шығарып берді. Жалпы деген in сөзіне сіз бір кілт сөз деген ненің ішінде бар ма екен? Мысалы, сөздіктің ішінде бар ма екен? Соны деген білу үшін қолдансаңыздар болады. Мысалы, қандай? Print жақшаны ашамыз, онан кейін 1 кешесіз. 1 in маусымдар. Маусымдар деген кезімізде сақтап жүргізген кезімізде көргеніңіздей true дейді. Ал 1 емес, оның орнына 5 деген кезімізде болса, сақтап жүргізген кезімізде бұл рет бізге false деп береді. Ал мысалы сіз ойлап көріңіз, бізге мысалы тек қана бұның кілт сөздері керек, яғни 1, 2, 3, 4 керек. For қолданғыңыз келмеді. Онда деген бізге яғни dictionary нүкте бұл жерде деген keys деген бір әдісті қолдануыңыз керек болады. Мысалы маусымдар нүкте keys. Бұны сақтап жүргізген кезімізде көргеніңіздей keys дейді. Яғни сөздіктің кілт сөздері 1, 2, 3, 4 деп береді. Дәл солай біз деген print жақшаның ішінде маусымдар, онан кейін values деген кезімізде бізге тек қана енді мәндерді береді. Бұна жерде қосымша бір жақша шығып кетті, оны кетіреміз, сақтап жүргізген кезімізде көргеніңізде бізге қыс, көктем, жаз, күз деп берді. Ал деген екеуін бірден алатын болсақ, бұл рет біз деген item деген, яғни items деген әдісті қолданамыз. Бұл үшін де print маусымдар, онан кейін items. Бұл рет бізге екеуін бірге береді. Көргеніңіздей. 1 қыс, 2 көктем, 3 жаз, 4 күз дегендей жалғастырып кетеді. Біздің сөздіктерді жалпы деген қазірше қолданатындарымыз осылар. Сөздіктер object oriented programmingді түсіну үшін
Yani ohan deyin kichkine deyin kirspе siyaqtı bir deyin taqırıp bolup ketedi. Sebebi object oriented programming'de ananday narsalarda biz köp göremiz. Misалы atı degende Jinx dep turadi, familiyası degende Pir dep turadi. Ondan keyin Jas degende misалы 30 degende misалы ol jerde de söz koldanamız planşa aytgan kezimizde. Biroq biz obyekt türünde koldanamız. Soň üçin men sizlerge kelesi sabaqlarda misалы class және obyekt yani object oriented programming'de düşündürgüm keledi. Bol üçün siz degen sözlük bilmeniz kerek edi. Sözlük taqırıplar sizge түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Түсінбеген жеріңіз бар болса, төменге сұрақ жазып қалдырсаңыз болады. Тек қана бұл видео емес, вообще-то сіз деген менің каналымда, яғни менің қойған видеоларымда түсінбеген жеріңіз бар болса, немесе Pythonға байланысты сұрақтарыңыз бар болса, төменге жазып қалдырсаңыздар болады. Келесі видеоларда көріскенше, қош сау болыңыздар.